біздің ортақ бөлім тақырыбымыз өтіп жатқан мамандықтар. Ал бүгінгі өтетін математика пәні бойынша тақырыбымыз өнімділік және бірлескен жұмыс. Алдымен балалар мамандық деген тақырыпты ашып алайық. Мамандық дегеніміз балалар түрлі салада халыққа қызмет ететін адамдар. Біз өзіміз қандай мамандықтар таңдаймыз? Қандай мамандықтар ұнайды? Қандай мамандық иесі болғымыз келеді? Кто-то дәрігер болғысы келеді екен. Полиция. Мирас полиция болғысы келеді екен. Мен өзгеде мұғалім болғым келеді. Тамаша. Мен мұғалім болғым келеді. Мен бастауыштың мұғалімі болғым келеді. Рахмет, армандарың орындалсын. Тамаша. Мен өзгеде дәрігер болғым келеді. Мен полицейский болғым келеді. Тамаша. Мен дәрігер болғым келеді. Мен де дәрігер болғым келеді. Тамаша. Актриса болғым келеді. Жұмыс актриса болғысы келеді екен. Мен әнші болғым келеді. Мұғалім болғым келеді. Тамаша. Мен дәрігер болғым келеді. Мен тіс дәрігері болғым келеді. Мен әкім болғым келеді. Тамаша. Әкім болғым келеді, халыққа қызмет еткім келеді. Ал балалар осы мамандықтардың бәрін игеру үшін бізге балалар Фариза Оңғарсынова апамыз айтқандай білім керек екен бәріне. Қазір Фариза Оңғарсынова апамыздың білім керек бәріне өлеңін хорменен айтып, жағымды көңіл күй орнатып алайық. Қане бәріміз орнымыздан тұрамыз. Қарағанды басқарып, көк жүзіне самғасам, канал қазып тас жарып, мұхиттарды жалғасам, таңдандырар бар елді, ғажап үйлер сала алсам, жасар тартын әжемді, дәді ойлап таба алсам, атам айтты қарағым, айың тусын онынан, ал білімсіз баланың түр келмейді қолынан. Тамаша балалар, тамаша. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, бүгінгі біздің ортақ тақырыбымыз біздің мамандықтар болатын болса, бүгінгі біздің лексикалық тақырыбымыз мерекелер. Мамандықтарға байланысты кәсіби мерекелер деп аталады екен. Енді мына видеоны көрсету арқылы балалар қандай мерекені аңғарып тұрғандарыңызды айтасыздар. Кәне естеріңде бар ма осы көрініс? Ал балалар, ол қай мереке екен естеріңізде бар ма? Қай мереке? Ұстаздардың күні мерекесі балалар. Міне сол сияқты балалар әр мамандық иелерінің кәсіби мерекесі болады екен. Кәсіби мереке дегеніміз балалар әр мамандықтарға арналған мерекелер екен. Енді бізде мына бірінші тапсырмамыз бар. Бірінші тапсырмамызда біз мына есептерді шешу арқылы әртүрлі маман иелерінің мереке күнін табады екенбіз. Ал бірінші қандай тапсырма беріп тұр? Кім оқиды? Кім жауап береді? Аяулым, айтағы. 6 минут 25 секунд, 385 секундқа тең. Кеншілер күні тамыздың соңғы жексенбісі. Тамаша. Тағы кім жауап береді? Тағы Зейнеп. 10 жұмыс жасап, оқулықты 10 минут 7 секунд, 607 секунд. Мұғалімдер күні қазанның алғашқы жексенбісі. Тамаша. Келесі тапсырма оқулықта қараймыз. 13 сағат 20 минут. Айбибі. 13 сағат 20 минут, 800 минутқа тең. Полиция күні 23 маусым. Тамаша. Келесі. 7 тәулік 1 сағат. Қаншаға тең? Аман айтауы. 7 тәулік 1 сағат, 169 сағат. Геологтар күні сәуірлердің алғашқы жексенбісі. Сәуір айының алғашқы жексенбісі екен, балалар? Ал кеттік. Алға қарай таңдап келесі тапсырмаларды орындаймыз. Енді балалар есімізге түсірейік. Мына формулалар балалар біздің есімізде бар ма? А деген нені білдіреді балалар? Жұмысты білдіреді. Уақыт және өнімділікті білдіреді. Енді соңында келесі формуланы шығарамыз. Ал уақытты табу үшін кім жауап берді? Кім
жауап береді. Қансар? Жұмысты табу үшін. Жұмысты табу үшін өнімділік пен уақытты көбейтеміз. Тамаша. Ал келесі уақытты табу үшін. Ақтөбе. Уақытты табу үшін жұмыс пен өнімділікті бөлеміз. Тамаша. Өнімділік табу үшін Мансұр. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Жұмысты уақытқа бөлеміз. Балалар. Тамаша. Осы формулалар бойынша балалар біздер күнде есептер орындап шығарып жүрміз, күнде осы формулалар бойынша. Енді жаңа сабағымызда қазір біз мына нейро жаттығулардан кейін, серпілу сәтінен кейін ұйымдастырамыз. Балалар, біздер түрлі шетелдің әндеріне нейро жаттығулар жасап көріп жүреміз, қол шапалақтап, партаға шапалақтап, достарымызбен қол шапалақтасып, біз енді өзіміздің қазақтың әніне Бейсенғали Бизатов атамыздың әніменен қазір нейро жаттығу жасаймыз. Нейро жаттығудың қандай пайдасы бар балалар, білеміз бе? Біздің қан тамырларымызды жақсаруына көмектеседі, миымыздың жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі, музыканың ырғағын түсінуімізге көмектеседі. Ал кеттік, бастаймыз. Айтпақшы түсіндірейін. Дөңгелектер балалар, бірінші шумағында дөңгелектерде өзіміздің қолымызды шапалақтаймыз, ал төртбұрыштерге келген кезде достарымызбен қол шапалақтап, күнде осындай жаттығулар жасап жүрміз ғой, солай музыка ырғағына қарай қолдарымызды шапалақтап қайталаймыз, ал кеттік. Рахмет балалар, енді тапсырмаларымызға қарай көшеміз. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабақты мен түсіндіріп жіберетін болсам, бүгінгі біз өнімділікке есептер шығарып орындап, тапсырмалар орындап, өнімділікті меңгердік. Енді бірлескен өнім дейді. Бірлескен өнім дегеніміз ол адамдардың бірлесіп жұмыс жасауы. 2 немесе 3 адамның жұмысты балалар. Бір адам ғана жұмыс жасап отырса, тез біте ме, әлде көп адам бірігіп жұмыс жасаса, тез аяқталады? Оған мысал келтірейік мысалға. Жайнаның анасы 1 минутта 3 манты түйеді. Ал Жайнаның өзі 1 минутта 2 манты түйеді. Анасы 1 минутта 3 манты түйетін болса, 10 минутта қанша манты түйеді? 10 минутта. 1 минутта 3 манты түйеді, ал 10 минутта 30 манты түйеді. Ал Жайнаның өзі ше 1 минутта 2 манты түйетін болса, 10 минутта 20 манты түйеді. Ал сонда екеуі бірігіп жұмыс жасаса, 1 минутта қанша манты түйеді? 50 манты түйеді. Сонда балалар, жеке жұмыс істеген жұмыс тез өнімді бола ма, әлде бірігіп жұмыс істеген, бірлескен жұмыс өнімді бола ма? Бірлескен жұмыс өнімді болады. Балалар, тағы да өнімділікке байланысты балалар, біздер қазір цифрлы технология дейді, цифрлы сауаттылық дейді, жұмыстардың бәрі өнімді жылдам орындалғанын қалаймыз. Бұрын балалар, біздер цифрлы технология дамымаған кезде үйдегі коммуналды төлемдерді, светтің ақшасы, жарықтың ақшасы, газдың ақшасы деген сияқтыларды поштаға немесе банкке барып, ұзынан көп уақыт кезекте тұрып төлеп тұратын едік, төлем жасап. Ал қазір ата-аналарымыз қалай төлейді төлемді? Үйде отырып, не арқылы төлеп отыр? Телефон арқылы Каспий арқылы төлеп отыр. Үйде отырып, телефон арқылы төлеп отыр. Сол арқылы балалар цифрлы технологияны дамыту барысында өркениетті дамыған елдер бар ғой. Мысалға, Австрияда цифрлы технологияның несінде арқасында жылына 2 миллион евро пайда табады екен дейді. Бізде балалар қазір цифрлы технологияға көшіп жатырмыз. Енді мысалға мен сіздерге мына жерде ақпаратты берейін. Функционалды сауаттылыққа байланысты мына ақпаратты Айжан сен санап көре ғой. Қанша уақытты белгілейін, қанша уақытта санайды екенсің. Қазір уақытпен белгілейміз. Уақыт қоямыз. Ал, бастаймыз.
секунд уақыт жіберді. Ал егер 40 парақ санайтын болса, Айжан қанша уақыт жібереді? 44 минут уақыт жібереді, 44 секунд уақыт жібереді. Ал 60 парақ санайтын болса, 1 минут уақыты кетеді. Ал 600 парақ санайтын болса, Айжанның қанша уақыт кетеді? 1 сағат уақыты кетеді ғой. Иә? Сондықтан балалар, бұның ең оңай жолы бар. Ол үшін біздер кәдімгі магазиндегі зат өлшейтін таразы бар емес па? Соған 1 парақты саламыз, өлшеп көреміз. 1 парақ қай уақытта да балалар 5 граммға тең болады. Ал біз парақты саламыз, парақтың неше санын білу үшін парақты саламыз да, мысалға, ол 500 грамм болып шығатын болса, оны 5-ке бөліп жібереміз. Сонда неше парақ болғаны? 100 парақ болғаны. Парақтың санын шығару үшін балалар біз дүкендегі кәдімгі масса өлшейтін таразыға салып өлшеуімізге болады. Бұл функционалды сауаттылық, цифрлы сауаттылыққа жатады ма балалар? Жатады, иә? Ал кеттік, келесі сабағымызда енді бірлескен өнімділікті табу үшін балалар. Жаңа біз Жайна мен анасының жұмысын не қылып жібердік? Бірге қосып жібердік, қосып есептедік қой, иә? Міне, бірлескен өнімді табу үшін балалар бірінші өнімділік пен екінші өнімділікті қосуымыз керек. В1 мен В2-ні қосуымыз керек, иә? Ал бірлескен екі қатысушының жұмыс уақытын білу үшін орындалған жұмыс көлемін бірлескен өнімділікке бөліп жібереміз. Одан кейін бар, бірлесіп орындалған жұмыстың көлемін білу үшін балалар бірлескен өнімділікті жұмыс істеуге кеткен уақытқа не қыламыз? Бөлеміз. Ол бойынша балалар қазір тапсырмалар орындай берейік. Міне оқулығымызды ашайық, балалар, екінші тапсырма тұр. Дауыстап, кім жақсылап оқып береді? Кім жақсылап дауыстап? Айдейді оқып жібереді ғой. Екі баспахана 1200 кітап басып шығаруы қажет. Бірінші баспахана бар кітапты 6 күнде, ал екіншісі 12 күнде басып шығарады. Екі баспахана бірлесіп жұмыс істегенде осы кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Есепті шығару жоспары. Бірінші баспахананың өнімділігі қандай? Екінші баспахананың өнімділігі қандай? Бірлескен өнімділік қандай? Екі баспахана бірлесіп жұмыс істегенде барлық кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Жарайды. Енді балалар, кім тақтаға шығарады? Кім шығарады? Біз бәріміз көмектесіп, Айжан шығарасын ба? Шығара ғой. Біз көмектесіп балалар айтып отырамыз, иә? Айжан кітап алып шықпай-ақ қой. Берілген түсіріп отырайық. Бірінші балалар 1200 кітап басып шығару керек. Иә? 1200 кітапты не деп белгілейміз? Дұрыс. Шешу, А тең болады, А жұмыс. Жұмыс қаншаға тең болады екен? 1200 кітап. 1200 кітап. Ал кеттік енді. Бізде не берген? Уақыт берген ба? Екі түрлі уақыт берген, иә? Т1. Уақытты деп белгілейміз ғой. Уақыт қаншаға тең екен? Бірінші уақыт. 6 күнге тең екен. Екінші жұмысшының уақыты қаншаға тең? Тең болады. Уақыты 12 күнге тең. Бізде табуымыз керек. Енді өнімділікті, бірінші өнімділік В1 тең болады сұрақ, және В2 тең болады сұрақ. Содан кейін бар, В тең болады сұрақ тағы. В. Өнімділіктің өзінде табамыз, иә? Өнімділіктің өзінде. Бізде 3 сұрақ беріп тұр. Ал енді кеттік. Бірінші В1-ді табу үшін, В1-ді табу үшін не істейміз? Жұмысты не қыламыз? Бірінші берілген уақытқа бөлеміз. Бөлеміз неге? Бірінші берілген жұмыс Т1 тең болады. Ал Айжан өзің түсіндіріп тұрып айта ғой. 1200-ді 6 күнге бөлеміз. 6 күнге бөлеміз. Дұрыс па балалар? Келісеміз. Иә? 1200-ді 6-ға бөлген кезде 100 болады ма? 1200-ді 6-ға бөлеміз, Айжан? 12-ді 6-ға бөлсек. 12-ні 6-ға бөлгенде 2. 200, дұрыс. 200 күн, иә? 200 күн. 200 кітап күн болып беріледі. 200 кітап күніне болады ғой. 200 кітап күніне. 200 кітап күніне.
Енді логиканы табамыз, түсіндіріп тұрып айта қойыңыз, Айжан. логиканы табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Екінші, Уақытқа бөлеміз. жұмысшының уақытына бөлеміз. 1200 кітап. Тең 100. 1200-ді 12-ге бөлгенде 100 кітап күн болады. 100 кітап күніне. Енді бірлескен жұмысты табамыз, е? Бірлескен жұмысты табу үшін 200 бен 100-ді қосамыз. 200 бен 100-ді қосамыз. Екеуі бірлескен кезде неше кітап екен балалар? Күніне 300 кітап басып шығарады екен, иә? Екі баспахана 300 кітап басып шығарады екен. Күніне. Ал енді біздер ең соңғы сұрақ уақытты табуымыз керек. Тұра тегінде болады. Уақытты табу үшін балалар қандай формула қолданамыз? Уақытты табу үшін дұрыс жұмысты өнімділікпен бөле. Айжан өзің айта ғой. Уақытты табу үшін жұмыс пен өнімділікті бөлеміз. Тамаша. Кеттік. Жұмыс 1200-ге тең. Оны бөлеміз. 1200-ді 300-ге бөлгенде 14 кітап күніне. Жоқ, 4 күннің өзі шығады, иә? 4 күн. Біз уақытты сұрақ тұрмыз балалар, иә? Уақыттың өлшем бірлігі күн, иә? Енді жауабы бірлесіп жұмыс істегенде, иә? Жауабы неше күнде басып шығарады? 4 күн. 4 күнде басып шығарады екен. Рахмет, балалар. Енді балалар, мынадай тапсырма бар бізге. Ойлан және жауап бер деген 8-ші тапсырманы орындап көңілімізді серпілтіп алайық. Ол логикалық ойлауға арналған тапсырма екен. Оқып жібереміз, дауыстап. Мансұр оқып беріңізші. Талғат, Берік, Қайрат үшеуінің әрқайсысы өздерінің әпкелерімен баққа алма жинауға барды. Әпкелерінің есімдері Сәния, Алуа және Толқын. Ұлдар өздерінің себеттерін тез алмаға толтырғаннан кейін әпкелеріне көмектесті. Бірақ ешқайсысы өз әпкесіне көмектескен жоқ. Егер Берік Сәнияның себетіне бірнеше алма салғаны, ал Қайрат Сәния мен Толқынның себетіне бірнеше алма салғаны белгілі болса, онда ұлдардың әрқайсысының әпкесінің есімін ата. Ал енді балалар, 3 ұл Талғат, Берік, Қайрат барған, иә? Және Сәния, Алуа, Толқын барған әпкелері. Енді балалар өздерінің себетін толтырып болғаннан кейін әпкелеріне көмектескен. Бірақ ешқайсысы өз әпкелеріне көмектескен жоқ. Енді сол салған себетке салған көмектескен жұмыстарына қарай әпкелері қайсы екенін анықтауымыз керек. Мына жерде балалар кім дейді? Берік Сәнияның себетіне бірнеше алма салды. Сәния Беріктің әпкесі ма? Жоқ, ол өзінің әпкесіне көмектескен жоқ. Ал кім жауабын табады? Ойланамыз. Нарислам. Айта ғой. Қайсысының әпкесі екен? Айтамыз, балалар. Әне, ойланамыз. Қайраттың әпкесі Алуа. Иә, Қайраттың әпкесі Алуа деп ойлаймыз. Және? Өйткені Қайрат мына жерде не деген? Сәния мен Толқынның. Міне балалар, дұрыс. Қайрат Сәния мен Толқынға көмектесті ғой. Ал ол кімге көмектеспеді? Алуаға көмектеспеді. Демек, Алуа кімнің? Қайраттың әпкесі екен. Ал тағы да енді. Ал жаңа Берік Сәнияға көмектесті ғой. Беріктің әпкесі Толқын. Беріктің әпкесі Толқын болады сол кезде.